Мынау удай қымбат қой. Төбем көкке жетіп қуанып тұрмын. Қуанышымда шек жоқ. Шаруам бас етектен асады. Шаруа деген толы. Осы сөздерді ағылшын тілінде қалай айтамыз? Білеміз бе? Бұлар идиомалар деп аталады ағылшын тілінде. Idioms. So, let's learn. The first, it costs an arm and a leg. Бұл қазақ тіліне тікелей аударғанда, бұның бағасы аяқ пен қолмен бірдей деген. Және олай аудармаймыз. Оның мағынасы бұл өте қымбат деген мағынаны білдіреді. Яғни қазақ тіліне айтқанда удай қымбат қой деп айтамыз ғой кейбір заттарды. It costs an arm and a leg. Келесі, I'm over the moon. Мен айдан да асып кеттім, айдан жоғарымын деп аударылады. Бірақ та оны тікелей аудармаймыз. Оның мағынасы өте қатты қуаныштымын. Төбем көкке жетіп тұр. Қуанышымда шек жоқ деген мағынаны білдіреді. I'm over the moon. Келесі, I have a lot on my plate. I have a lot on my plate. Тікелей аудармасы менің тәрелкемде көп нәрсе бар, көп нәрсе. Яғни шаруам шаш етектен. Мен өте қатты жұмыс басы оған де I'm busy деген мағынаны білдіреді. Яғни шаруам өте көп. Егер пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Осындай сөз тіркестерін, идиомаларды бірге үйренейік.